осы балаға құттайынан бастап сол 3 нәрсені үйрететін болса, бала қаржылық сауаттылығы басқаша болатын болады. Бала біріншіден тек керегін алып үйренеді, екіншіден ақша жинаған кезде өзің тоқтатуды үйретеді. Мен сізге бір күшті жасалған эксперимент жайында айтып берейін. Стэнфорд университетінде мына ақ зефир берген балаларға 15 баланы таңдап алған, 15 балаға бір-бір зефирді үйлестірген. Сосын бір-бір зефирға үйлестіргенде айтқан балаларға: балалар, сендер мына зефирді жемеңдер. Егер сіздер жемей күтсеңдер, 15 минуттан кейін біз сіздерге екінші зефир береміз деп. Сөйтіп 15 минут күткен, кішкентай 5-6 жастағы балалар, балабақшада болған эксперимент. Сөйтіп 15 минуттан кейін қайтып келсе, көбісі жаңағы бір зефирді шыдай алмай жеп қойыпты. Балалар ойыны кішкентай. Сөйтіп жаңағы жемей қалған 4-5 баланы екінші зефирін береді, олар екінші зефирін алып кетіп қалады. Одан кейін барып 20-25 жыл өткеннен кейін жаңа экспериментке қатысқан балаларды тексеріп көрсе, жаңа екінші зефирді күтіп төзімділік, шыдамдылық танытқан 5 бала бұл өмірде қалған 10-на қарағанда едәуір үлкен жетістіктерге жеткен азаматтар екен. Мына ақшада төзімділік, шыдамдылық, тәртіп, сосын жоспар керек. Осы 3-4 нәрсені балаға кішкентайынан үйрету керек. Жоспар не аласың? Содан кейін мектепке жаңағы біздер өзіміз таңертең кешке дейін жұмыста жүргеннен кейін балаға деген махаббатты бір нәрсе сатып алу, бір нәрсе сатып беру арқылы ақшамен толтырамыз. Сол кезде магазинге барған кезде қатты махаббаттарын жақсы көріп батсаңыздар, баланы бір нәрсе алды үйрету. Мен өзім баламды сөйтіп үйреттім. Бір нәрсе аласың. Ана байғұс бала ананы бір иіскеп, мынаны бір орнына қойып, дүкеннің соңғы шетіне шыққанша басқа бір нәрсені қолына ұстап тұрады. Ол әрине мен үшін ана ретінде қиын. Бірақ мен соған оны үйреттім. 3 баламды солай үйреттім. Неге десеңіз, бала жалпы өмірдің барлығы таңдаудан тұрады. Егер сіз бір нәрсені, бала дұрыс, мынаны мен жегім келеді, мынаны ішкім келеді деп бір затты жан қалауын дұрыс сезініп, дұрыс таңдау жасай алса, сол кезде бала таңдау жасап үйренеді. Ол бір. Екіншіден, мынау қанша теңге тұратын бала білу керек. Солай, сол баланың алатын заттарына қатысты өзі таңдау жасап, сол ақшаға өзі бала бейімделе бастайды. Ол қанша тұратын біліп, қанша жинау керек екен. Сосын жаңағы ең негізгі нәрсе артынан болатын контроль. Қадағалау. Алды ма, алған жоқ па? Қанша сдача алды? Сдачаны қай жерде жіберді? Біздерде 500 теңге береміз, 100 теңге, 120 теңге әнжім шашып жатады үйде. Сол 120 теңгені әкеліп капельникке салдыру. Бала кішкентайынан бастап 100 теңгені қадірлемесе, ертең 1000 теңгенің үстінен тапап өтеді. Балалар неліктен жерде жатқан iPhone нелер тапап үстінен өте береді. Неге десең, қадір жоқ. Ал қадірлеуді әке-шешесі басынан үйрету керек.